Әйелдің ұмытылған қуат қайнары. Махаббат пен мейірім деген жақсы. Егер жаныңда қорған болар тірегің, сақтаушы ер азаматың болса. Ол жоқ болса, онда әйел мынау құты қашқан, құлқын билеген заманда өздігінше тіршілік етуге, бала шағасын асырауға, оларды өзі қорғауға талпынады. Әйел міндетті түрде бетбақ, көк долы болу шарт емес. Бірақ қайтсе де бала шағасын ешкімге телміртпеуді көздейді. Ал қызмет көрсету, кішік болу адамгершіліктің белгісі. Алайда өзін өзі асырап үйренген әйел тек лайықты, беделді азаматқа қызмет көрсеткісі келеді. Тұйық шеңбер. Бүгінгі таңда кім мықты, кім нәзік екенін ажырату қиын. Мұндай есепке нәзік жандар жүйрік келеді. Ер азаматтың тісі бата қоймасын. Нәзік жандар өз құқығының тапталмауын қадағалайды. Ер азамат жауапкершілікті бәрібір емес деп шешкен жаққа жүктейді. Соған қарамастан әрбірінің өз бақытсыздығы бар. Өйткені еркек пен әйел қандай болу тиістігін әркім әрқалай түсінеді. Қоғамда әйелдің рөлі орасан. Әсіресе бұрынғы заманда солай болған. Әйелдің ары, адалдығы, әділетінің арқасында көп мемлекеттер өміршең болғанын тарихтан білуге болады. Ол отбасы мен қоғамның тепе-теңдігін сақтайтын тараз іспетті. Әйелдің ақылы мен даналығы бейбіт өмірдің, ымыраластықтың кепілі. Оның ішкі сыртқы әлемі табиғатынан нәзік. Сонымен ұмыт қалған 7 құпия. Бірінші. Тәрбие құпиясы. Отбасында қыз баланың туы әр заманда көктің сыйы деп бағаланған. Қыз деген сөздің түп төркіні қасиет деген сөзбен астарлас. Қыз туған үйге сүйіспеншілік, қуаныш келіп, Тәңірдің көзі түскені деп қабылдаған. Ата-анасы қызын тәрбиелегенде онымен өте жұмсақ сөйлескен. Қыз балаға қатты сөйлеу, жазалау деген мүлде болмаған. Керісінше, әке-шешенің мақсаты оның тазалығын сақтап, нәзіктігін жетілдіруге үлес қосу болған. Өйткені әйелдің нәзіктігі әлемді тербететін сиқырлы күш. Сол нәзіктікті қалыбын бұзбай сақтап, жеткізу Тәңірінің алдында қызы үшін, әулеті, руы, жалпы адамзат баласы үшін
ата-анаға міндет болған. Бала күннен әйел табиғатына тән тәрбие алған қыз бала адамзат баласының бақытын сақтаушы отанасы болып қалыптасқан. Екінші, әйел сиқырының құпиясы. Ерте заманнан әйел қан майданға аттанған ерінің жанының өзін адалдығымен сақтап қалған. Оның әйелі қуаты күйеуінің көзге көрмес сауыты болған. Жары адал сарбаздар үйіне аман есен оралып отырған. 40 жыл қырғын болса да, тек ажалды өледі деген сөз бар. Бүгінгі таңда да әйелдің рухани қуаты ерін барлық жәннаттан сақтап қала алады. Түйсікпен түсінетін жайт. Әйелдің рухани қуаты ерін жаманаттардан сақтайды. Соғыстан аман келген азаматтар жанын шүберекке түйіп, амандығын кім тілегенін біледі. Әйел шынында да пейілі таза, ниеті ақ болса, ерін адам түсінбес биікке шығаруға қауқарлы. Әйел кез келген ақмақты дананы ақмақ ете алады. Ана атанған соң әйел жер бетінің келешегіне араласатын қасиетті құқыққа ие болған. Жерде өмір сүретін пенде баласын өсірумен айналысқан. Әйел баласының бойына ненің дәнін ексе, соның өсіп өнетінін білген. Жер бетіндегі тіршілік басталғалы, әйелдің өмірінің мәні дүниеге ұрпақ әкелу, оны тәрбиелеу болған. Үшінші, сұлулықтың құпиясы. Сұлу болу әйелдің қалыпты күйі. Ертегі аңыздарда басты әйел кейіпкер атанған ерекше сұлу болғанын баяндайтын білеміз. Көз тартатын сұлулық әр мәдениеттің, өркениеттің сұлулық туралы өзіндік ой толғамдары болғанымен, барлық сұлуды біріктіретін бір сипат әйелдің көз тартатын нұрлы дидары. Осы туралы айтылады. Сұлулық жанардан шашылған шұғыладан байқалған. Жылы жымиыспен көмкерілген. Аққу мойын, ақ торғындай терісі. Бақытты жанның әлпеті, әйелдің сұлулығы қалыпты күй. Уақыт өте келе әйелдің сұлулығы айқынырақ бола береді. Өйткені жасы келген сайын әйелдің жаны бай, ақылына көркі сай болатыны дәлелденген. Рухани ізгілікке ұмтылып, өмірдің мәнін түсінуі тереңдеген. Ол отбасы мен қоғамға қызмет көрсетуден ләззат алатынын түсінген. Сыртқы сымбаты әйелдің сиқырының бір түрі болған. Махаббат сиқырының бір сипаты. Көне замандағы әйелдер өз киімдерінде түрлі ою өрнекпен сан алуан пішінді қолданған. Соның әр бірінің өзіндік мақсат, міндеті болған. Әр қайсысы бөлек мәнге ие, өзгеше қуат, күшпен әсер еткен. Әшекейлердің де әсер беретін қуаты болған.
Асыл тастар әйелдің әлеммен байланысын үйлестіріп отырған. Шаш қою үлгісі де сиқырға толы. Шаш ғарыштың қуатын өткізетін торап. Ұзын шашқа көп қуат жиналады. Сол қуатты сәтіне қарай жұмсауға болады. Шашын төбесіне түйіп қою пирамида негізінде қуатты жинауға ықпал еткен. Ал шашын желкеге түйу мойынсыну мен тіл алуға келеді екен. Төртінші, бақыттың құпиясы. Өзінің менін жоғалтқан әйелдер бақытын не болса содан іздеп әуре. Біресе еркекпен теңмін дейді. Біресе еркекке бүтіндей басыбайлы болуға тырысады. Бүгінгі таңда көкбет болған сәнді. Кейбір психологтар бақытты болудың бір ғана тәсілі көкбеттік деп үйретеді екен. Бұл әрекетті тек өз бақытын өз қолымен тұншықтыру десек артық емес. Көкбеттенудің бір астары өзін өлдіге санау екен. Көкбетпін деп мақтанудың ақыры қауіпті. Өзіңді ғана ойла, қалағанды кез келген жолмен ал деген сөз әйел жанның тоқырағанын білдіреді. Махаббат пен мейірім әйел затының басты қаруы. Біздің ғаламда махаббаттан артық күш жоқ. Махаббат қуаты нені болса да өзгерте алады. Әйелдің күші сүйе білуінде, мейірімді болуында. Ешкім және еш нәрсе бұл қуатқа қарсы келе алмайды. Ежелгі заманда әйел деп соғыссыз жеңген нәзік жанды айтады екен. Әйел өзінікін ашумен, қаулықпен, керілдесумен, рен шөкпемен дәлелдесе, өзінің сиқырлы күшінен айырылады. Бесінші, үйлесім құпиясы. Әйел өзінің күшін қалай сақтайды? Шынайы бақытына қалай қол жеткізе алады? Мен жанмын десе, нағыз әйелдік бастауға жетелейтін сөз. Сонда әйел бейбіт сүйгіш, махаббат пен бақыттан құралған өмірге аяқ басады. Бұл тек бір әйелдің бақытына емес, бүкіл елдің тыныштығына кепіл болған сиқырлы қуат. Әйел мен жанмын дегенді сезіну керек. Жанның қасиеті неде? Жан мәңгілік, сондықтан қорқатын дәнеңе жоқ. Қиындық келеді, кетеді, ал өмір мәңгілік. Жаның сезімге толы болса, махаббат таусылмайды, сарқылмайды. Неғұрлым терең сүйсең, соғұрлым бақыттырақ боласың. Жан деген бақыт. Бақытты болу қалыпты күй. Жан деген сұлулық. Ол тек ізгі ниеттерді оятады. Жан деген мейірім мен адамгершілік. Жан деген жұмсақтық пен жылу.
әйел өзінің жұмсақ табиғатына сай өмір сүрсе, үнемі бай, беделді азаматқа тартымды бола бермек. Бұл үйлесім заңдылығы, өмір заңы солай. Мұны ата бабамыз білген, бізге аманаттап қалдырған. Тазалық, мейірім, бас ию, әйелдің бақытты өмір сүруінің кепілі. Нәзік жандар өмір бақи азаматтың қарауында болған. Ең алдымен әкесі мен ағасының қамқорлығында өседі. Содан соң күйеуінің, қартайғанда ұлы мен басқа туыстарының қорғауында. Бірақ осындай адалдарды кім өсіреді? Кім өсірді? Әйел. Қазіргі таңда еркекке кінә артатын әйелдер өз баласының тәрбиесіне мұқият болғаны абзал. Алтын ғасыр құпиясы. Әр жыныстының өз мақсат мүддесін анықтап, сол жолмен жүруі, олардың бақытқа қол жеткізуіне себепші. Соңғы 100 жылдықтар осы сөздің негізсіз еместігін дәлелдеп жатыр. Бірнеше ғасыр бойы әйел өзінің қоғам мен отбасындағы мәртебелі орнын ауыстырып алып жүр. Табиғаттың өзі сыйлаған сиқырлы күш қуат зая кетіп жатыр. Көп ғасыр бойы әйел құқығы тапталды. Содан жағдай ушығып кері бақытқа кетті. Феминистер пайда болды, бірақ ол да әйел мен еркекті бақытты етпеді. Ажырасу статистикасы шектен шықты. Бақытты отбасы құрсам дегенге сенім кеміп жатыр. Неке абсолютті үйлесімнің орындалуы, жер бетінде тәңірдің құты орнауы, ері мен әйелі бір-бірін шынайы толықтырып тұратын жандар. Ер мен әйелдің бойындағы қабілеттің түрлілігін өзгерту мүмкін емес. Ол жаратқанның заңы, табиғат заңдылығы. Бірлік деген сол, бірге болу, әр түрлі әрекет ету, бірақ бір мақсатқа жұмылу. Қалаулысы алуандылықтың ынтымағы. 7. Келешектің құпиясы. Әлемдегі барлық діндер, пәлсапшылар, гуманистер бір пікірге ұйысады. Мейірім, махаббат, адамгершілік, жетілудің жалғыз жолы осы. Осы қасиеттерді тойып ұстаған жан рухани жетіле бермек. Осындай азаматтары бар қоғам өркендейді. Әйел үшін де бұл қасиеттер маңызды. Тіршілік үшін күн қалай керек болса, әйел үшін мейірім мен махаббат соншалықты керек. Әйелдің өмірі бастан аяқ рухани жетілуге бастайтын жол. Қызмет ету оның бақыты. Жақынына қамқорлық таныту қуатының қайнар бұлағы. Ол тек жүрекпен шешім қабылдайды. Ал жүрек өмір бастауынан нәр алады. Әйел періштеден бір саты төмен тұрады деп
бекер айтпаса керек. 3-ші маңжылдық келгелі жаңа дәуір басталды. Су құйқыш дәуірі. Көптеген жәдігерлерде ол әйел дәуірі деп аталады. Бұл бірігу, ынтымақтасу, үйлесіммен өмір сүру, бейбітшілікпен өркендеудің уақыты. Бұл нәзік жандардың жоғалтқан қуатына қайта ие болатын кезең. Әйел жер бетіндегі өзінің лайықты орнына жайғасады. Ол қайтадан тепе-теңдікті реттеп, әлемге махаббат пен киелі рухты қайтарады. Оны орындауға әйелдің қолындағы сиқырлы күш, қуаты мен мүмкіндігі молынан жетеді.